Илтімен сүрбет үрдіс очараттақ сессиятыгар бір бастакыннан етенердеттен биллерін күрдік правительство бірседәйтелін доғынағығар Евгений Чекин кандидатуратын көрүү боллам. Саңа ат, саңа сирей бұ кәнеке күнерге әлбәқ кейі интерегін тарта, ол күрдік Джон олықтақ кадр бол батақтен әмие әлбәқті білеті әділер. Бүгін депутаттарын нелерігер кандидатураны Республика Илдархана Егор Борисов білігінлерді Берт Кылгастык кені туқтен әппетен білігінлерәбін. Задается вопросом, почему среди коренных якутян нету должных, достойных людей? Да есть они все, конечно есть. Выбор шел, и сегодня именно по деловым качествам, по определенным приоритетам, которые я определил, все-таки кандидатура Чекина более достойная. Депутаттар хеннелерігер кандидат әлбә харас бапыроска петтәті опсайы 3 час ұстататын бұл көрі істей салғанна де қасып, депутаттардан келбі бапыроска бартыгар кандидат ұттын толорутук ағағастық әппеттәті ден білетеққа сөп. Қолыстағын кестелен бұғыннан барда түмікке Евгений Чекин кандидатураты өйінне. Министердер кабинеттарын саңа салаячытыгар 4-6 депутат сөбілесті 12 ұтарда түйет тұттынна. Правительство председателя мала урукаттан кылурды биги хевеске долок бутун дулан көрдөх бүтүнө обком первый секретарынан берхомна хел председателеринен ана олокток жонорулла биттер онтон бу саммит председателеринен болгону элбек кеди кийүллә кебите онон болатын мен хана бар кени билилах көрүллах билинге кемге эппетте хел болгону үлелен хептемен сыналым. Тон хатын бапырыстарға кейлері болаққа ғопсай депутаттар 2 күн ұстата 6-10 тақса соқуын барылын көріқтері олды хигер 2016 сыллаға бюджетке улары тылары келлері, тенне келер 3 сылға бюджет барылын торумнағын болар. Кәнекі сессияларға үгес болбуттарәхін бұл сырыға республика 12 нехелеге харғыттан соқуыннан хаққастанна олды хигер бүлі луғын тағағар нехелеге. Бәс хигер мұнықтамы тылым мұппыт, сүз бірігін почти бары колыстабыттары нехлене жона бар тонна улох туа бегитна иш сурахтырыттан баганан турандар маргаттана кастыры женатан туралдар. Депутаттар сарсын сарсырды 9 шастан үлелерін салғықтыра. Руслана Максимова, Роберт Набиев, Вести.